Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 9-шы сабақ. Тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 67 қосу 2. Ең алдымен 67 санын ондық пен бірлікке бөліп аламыз. 60 және 7. Енді бірліктерін жақшаның ішіне қосамыз. 60 қосу жақшаның ішінде 7 қосу 2. Тен 60 қосу 7-ге 2 қосқанда 9, тен 69 шығады. Неліктен 7-ге 2-ні қостық? Себебі біз бірліктерді бірлікке қосамыз. Келесі 69 азайту 2. Бұны да ең алдымен 60 және 9 деп 2-ге бөліп аламыз. Жақшаның ішінде бірліктерді азайтамыз. 9 азайту 2. Тен 60 қосу 9-дан 2 азайтқанда 7 шығады. Сонда бізде 67 шығады. Неліктен 9-дан 2-ні азайттық? Бірліктен бірлікті азайтамыз. Ә нұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 73 қосу 6. 73 саны біз ондыққа және бірлікке бөліп аламыз. 70 және 3 деп. Және бірліктерді жақшаның ішіне қосамыз. 70 қосу жақшаның ішінде 3 қосу 6. Тең 70 қосу 9, тең 79. 86 қосу 2. Бұны да 86-ны 80 және 6 деп бөліп аламыз да, бірліктерді жеке жақшаның ішінде қосып аламыз. 80 қосу 6 жақшаның ішінде 6 қосу 2. Тең 80 қосу 8, тең 88. 54 азайту 3. Бұны да 54-ті ондыққа және бірлікке бөлеміз. 50 қосу жақшаның ішінде 4 азайту 3. Тең 50 қосу 1, тең 51. 26 азайту 5. Бұны да ондыққа және бірлікке бөліп, бірліктерді жақшаның ішінде азайтамыз. Сонда тең 20 қосу 1. Яғни 6-дан 5 азайтқанда 1 шығады, тең 21. Екінші есеп. Кестелерді толтыр. Бізде бірінші, екінші қосылғыш белгілі, қосындының мәні 39 шығады. Бірінші қосылғыш 6, қосындының мәні 77. Яғни 77-ден 6-ны азайтамыз, бізде 71 шығады. Бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 9, қосындының мәні 39. Бірінші қосылғышты табу үшін 39-дан 9-ды азайтамыз, бізде 30 шығады. Екінші кестеде бізде азайғыш 65, азайтқыш 3, айырманың мәні 62 шығады. Енді бізде азайғыш белгісіз, азайтқыш 5, айырманың мәні 82. Азайғышты табу үшін 82-ге 5-ті қосамыз, 87 шығады. Келесі азайғыш белгілі 89, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 7. Азайтқышты табу үшін 89-дан 7-ні азайтамыз, бізде 82 шығады. Үшінші есеп. Өрнектер құр. Үлгі берілген бізде А мен 2-нің айырмасына 7-ні қосу, яғни А мен 2-нің айырмасы, оны жақшаның ішіне аламыз, жақшаның сыртында қосу 7. А нұсқасы. С мен 5-тің қосындысынан 20-ны азайту, яғни С мен 5 деп тұр, жақшаның ішіне аламыз, қосындысынан деп жазылғаннан кейін жақшаның сыртында азайту 20 болады. Ә нұсқасы. 70-тен 3 пен К-ның қосындысын азайту, яғни 70-тен деп тұрып, ең алдымен 70-ті жазамыз, азайту жақшаның ішінде 3 қосу К болады. Төртінші есеп. Өрнектердің мәнін тап. А нұсқасы. 78 азайту, мұндағы А 6 және 70. 78-ден 6-ны азайтамыз, 72, 78-ден 70-ті азайтамыз, 8 шығады. Ә нұсқасы. 23 қосу А, мұндағы А 5 және 6. Яғни 23-ке 5-ті қосамыз, 28, және 23-ке 6-ны қосамыз, 29 шығады. Бесінші есеп. Салыстыр. 27 72 санынан кіші, 83 88 санынан кіші,
53 дециметр 35 дециметрден үлкен, 46 килограмм және 46 килограмм екеуі тең болады. 54 азайту 2 бізде 52 шығады. 52-ге 3-ті қосқанда 55, яғни 55 бізде үлкен болады. 47 азайту 47, 46-дан 40-ты азайтқанда 6, яғни бізде 7, 6 санынан үлкен болады. 6-шы есепті шығар. Жансаяда 25 түрлі түсті қарындаш және 3 фломастер бар. Жансаяда барлығы қанша бояу құралдары бар? Қысқаша шартын құрып аламыз. Түрлі түсті қарындаш 25, фломастер 3, барлығы бізде белгісіз. Шешуі: барлығын табу үшін 25-ке 3-ті қосамыз, 28 шығады. Жауабы: жансаяда барлығы 28 бояу құралдары бар. 7-ші есеп: теңдіктер құр. А нұсқасы 27 мен 2-нің қосындысының мәні 29-ға тең, яғни 27 қосу 2 тең 29 болады. Ә нұсқасы 70 саны 76-дан 6-ға кем, 76 азайту 6 тең 70. 8-ші есеп: өрнектердің мәнін тап. 49 азайту 7 тең 42, 91 қосу 7 тең 98, 38 азайту 6 тең 32, 43 қосу 5 тең 48 шығады. 9-шы есеп: балалар бір-бірінен болашақта кім болғың келеді деп сұрады. Мағжан суретші деді, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндерін айтты. Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындарын айтты. Әр баланың болашақта қандай маман иесі болғысы келетінін кестеге белгіле. Мағжан бізде суретші болам деді, плюс қоямыз. Гүлнұр бізде мұғалім болам деді, оған плюс қоямыз. Арман мен Мағжан дәрігер болмаймын деді, яғни сонда бізде Арман ұшқыш болады, плюс қоямыз. Енді бізде Алуа қалды. Алуа бізде дәрігер болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Егер сабақ ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп досыңа жіберуді ұмытпа.